Құрметті ата-аналар және ұстаздар, бүгін мен сіздермен баланың зейінін және өзін-өзі бақылауын дамытуға арналған ойындармен бөлісемін. Бірінші ойынымыз. Балаға сұрақтар қоямыз. Егер сұрақтар дұрыс болса, бала басын шайқайды, ал егер сұрақтар қате болса, бала басын изейді. Мысалы, қазір жаз мезгілі ме? Иә. Піл шыбыннан үлкен бе? Жоқ. Ал енді екінші ойын түрі баламен доп арқылы орындалады. 100-ге дейін санаймыз. Ол сандардың арасында кездесетін 5 деген санды айтпаймыз. Оның орнына таптым деп айтамыз. Мысалы, 1, 2, 3, 4 таптым, 23, 24 таптым деген сияқты. Ойын